Баршаңызға сәлем оқушылар, жаңа 90-ды жаңа бөліммен, жаңа сабақпен бастайтын боламыз, жаңа тараумен. Сіздерді өз YouTube каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Жаңа 90-да өте жақсы көңіл күймен бастайтын боламыз. Сабағымды міндетті түрде көріңіздер. Ең алғашқы көрерменім болсаңыз, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыз. Жаңа 90-ымыз 6-шы бөліммен басталатын болады. 6-шы бөлімнің 1-2 сабағы қиял әлемі. Осы 1-2 сабаққа арналған тапсырмалар дәл қазір сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Бірінші тапсырма: қиял дегенде есіңе не түседі? Диаграмманы толтыр, жазған сөздеріңнен өзің қалаған 2 сөздің синонимін, антонимін жаз. Оларды қатыстырып сөйлем құра. Қиял дегенде менің есіме армандарым, мақсаттарым, жарқын болашағым есіме түседі. Қиял, арман, мақсат, жарқын болашақ, нәтиже, табыс, танымалдылық, кәсіпкерлік, бизнес, әдемі үй, жайлы көлік, қымбат киім. Енді біз 2 сөзге синоним, антоним құрауымыз керек болатын. Қиял сөзінің синонимі елестету болса, антонимі нақты. Екінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: қиял, қиялдау сөздерінің мағынасы қандай? Қиял бұл адамның армандауы немесе бір нәрсені елестетуі, ал қиялдау бұл фантазияларға немесе армандарға адамның берілуі, белгілі бір нәрсені ойша елестету немесе армандау. Екінші сұрақ: қиял мен арман сөздерінің арасында қандай ұқсастықтар мен айырмашылық бар деп ойлайсың? Қиял бұл адамның санасында қалыптасқан, бірақ әлі орындалмаған немесе орындалуы мүмкін емес нәрселер, ал арман бұл адамның болашақта жүзеге асыратын, қолы жететін тілегі. Үшінші сұрақ: кімді қиялшыл деп санайсың және неге? Қиялшыл адам өз ойында ерекше, таңғажайып, шынайы, өмірден тыс нәрселерді елестететін, шексіз фантазияға ие адам. Мұндай адамдар көбінесе шығармашылықпен айналысады, өнерде, ғылымда немесе әдебиетте жаңалық ашуға бейім келеді. Мысалы, жазушылар, суретшілер, ғалымдар жиі қиялшыл болып келеді екен. Төртінші сұрақ: қиял ғажайып ертегі дегенде естідің бе? Егер естісең, оны кәдімгі ертегіден қандай айырмашылығы бар? Қиял ғажайып ертегілерінде басты кейіпкер адам айтса сенгісіз кейіпте болады. Мысалы, ер төстік ертегісінде төстік сағат сайын емес, минут сайын өседі, ал бұл шынайы өмірде мүмкін емес. Қиял ғажайып ертегілері шексіз фантазияға құрылатын болғандықтан ертегілер өмірде болған мүмкін жайттарды көрсетеді деп жауап береміз. Үшінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Ақын өлеңінде негізгі ойды анықта. Арман мен қиялдың айырмашылығы туралы өз ойыңды айт. Мәтіннен туынды сөздерді тауып, олардың қалай жасалып тұрғанын түсіндір. Ақынның бұл өлеңінде адам өміріндегі арманның маңыздылығы туралы негізгі ой көтерілген. Ол арманды өмірдің қозғаушы күші ретінде сипаттап, адамды алға жетелейтін басты мотивация екенін айтады. Ақынның көзқарасы бойынша адам ешқашан қолындағысына толық қанағаттанып тоқтамайды, үнемі жаңа биіктерді аңсап армандайды. Қиял бұл адамның шындықтан алшақ, ойындағы фантазиялық бейнелерді жасауы. Қиялдың нақты шекарасымен шындыққа қатысы жоқ, ол көбінесе елестету қабілетімен, шығармашылықпен байланысты. Арман бұл адамның болашақта жүзеге асырғысы келетін нақты мақсаты немесе тілегі. Арман көбінесе шындыққа жақын, жүзеге асырылуы мүмкін нәрселермен байланысты. Мысалы, білім алу, мансапқа жету немесе саяхаттау сияқты армандар болады екен. Енді оқушылар, бізге туынды сөздерді табуымыз керек болатын. Туынды сөздерге қараңыздар. Армандайық деген сөзді алып көрсеттім. Неліктен? Себебі түбірі арман не? Ол зат есімі. Одан кейін арманна да деген жұрнақты қоямыз. Бұл зат есіміне етістік тудырушы жұрнақ. Иық деген бұл етістіктен етістік тудырушы жұрнақ болып табылады. Армансыз, түбірі арман, зат есім, сыз, зат есіміне сын есім тудырушы жұрнақ. Мысалға, армансыз адам дейтін болсақ, қандай адам деген, мысалы, сын есім тудырып тұр. Құлдық, түбірі құл, зат есім, дық зат есімнен бұл да сын есім тудырушы жұрнақ. Мысалға, құлдық өмір, қандай өмір, құлдық өмір деген сияқты. Жетінші тапсырма:
оқушылар неге кейбір тапсырмалар көрсетілмеді деп айтуларыңыз мүмкін. Бұл жерде тыңдалымға арналған, яғни аудио мәтінге арналған тапсырмалар болғаннан кейін ондай тапсырмаларды мен кей кезде орындамаймын, себебі менің қолымда ондай аудио таспалар тыңдайтын мүмкіндік жоқ. Сондықтан ондай тапсырмалар кейде орындалады, түсінікті болған жағдайда, ал кейде орындалмайды. 7-ші тапсырма: суретке қарап тәтті қиял тақырыбында 80-100 сөзден тұратын шағын мәтін құрап жаз. Мәтінде көп мағыналы, ауыспалы мағыналы сөздерді қолда дейді. Кешіріңіздер. Жұлдызды аспанға қарап тұрған бала қиял әлеміне енді. Ол өзін ғарышкер ретінде елестетті. Шексіз ғарышта қалқып жүргенде алыстағы жұмбақ планеталарды зерттеп, жаңа өмір іздеп жүр. Оның жүрегі таңғажайыптың лебімен соқты. Бәлкім, бір күні менің атым ғарыш тарихына жазылар деп ойлады бала. Қиял қанатында ұшқан ол шексіз мүмкіндіктерді елестетіп, шындық пен арманның арасында қалқып жүрді. Бала үшін бұл тәтті қиял оның болашаққа деген сенімін арттырып, үлкен істерге бастау болар еді. Өйткені қиялдан басталған арман бір күні шындыққа айналуы мүмкін. 9-шы тапсырма: мәтін мазмұны бойынша жоспар құрып жазыңдар. Ол үшін мәтіндегі әр бөлікке тақырып қой. Тақырыптың тұсына сол бөліктің ішіндегі тірек сөздерді теріп жаз. Тірек сөздердің үндестік заңына сәйкес айтылу ерекшелігін түсіндір. Бірінші, қиял ерекшеліктері. Тақырыптың тірек сөздері: қиял, ерекшелік, қызығушылық, мақсат, жолаушы, оқушы. Енді осы қойған тақырыбымызға біз түсінік беруіміз керек. Бұл бөлімде әр адамның қиялы жеке қызығушылығымен алдына қойған мақсатына байланысты екендігі айтылған. Қиялдың мазмұны адам өмірдің жағдайына қарай өзгереді. Екінші тақырып бізде қиялдың әртүрлі болуы. Бұл тақырыпта жатын тірек сөздерге жас, тәжірибе, көрген, ересек, жасөспірім, бағалау деген сөздер жасады. Бұл тірек сөзімізді, тақырыбымызды түсіндіретін болсақ, қиял адамның жасына және тәжірибесіне байланысты әртүрлі болады. Жасөспірімнің қиялы әдетте айналасындағы өмірді тануға бағытталған. Үшінші тақырып бізде қиялдың өскен ортаға байланысты болуы деп атаймыз. Ал бұл тақырыпта жатын тірек сөздер қатарына орта, ұлттық ерекшелік, табиғат, жер, су, патриоттық, ел, болашақ деген сөздер жатады. Енді бұл тірек сөздерімізге, тақырыбымызға түсіндірме беретін болсақ, қиял адамның өскен ортасына, мәдениеті және ұлттық ерекшеліктеріне байланысты болады. Бұл патриоттық сезімдер мен табиғатты қорғауға деген адамның көзқарасына әсер етеді. 10-шы тапсырма: оқыған мәтін мазмұны бойынша төмендегі кестеде берілген қиялдың ерекшелігі мен мысалының сәйкестігін тексер. Оларды сәйкестендіріп, себебін түсіндір. Қарамен жазылған сөздер мен сөз тіркестеріне сұрақ қой. Олардың қай сөз табына жататынын айт. Осы сөздердің синоним, антонимдерін табыңдар дейді. Бірінші, адамның қиялы оның қызығушылығы мен қасиеттеріне, мақсаттарына байланысты. Алға қойған мақсатты жоспарлап, жүзеге асырудың жолдарын іздестіру қиялсыз мүмкін емес. Адамның жас және дара ерекшеліктеріне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Бұған сәйкес келетін сөйлем: ересек адамның қиялымен айналасын енді тани бастаған жасөспірімнің қиялын салыстырып бағалауға болмайды. Үшінші, қиял адамның өскен ортасына, ұлттық ерекшелігіне, табиғатқа байланысты. Сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір болуға тиісті. 12-ші тапсырма: оқылым мәтініндегі Мағжан Жұмабаевтың пікірін негізге ала отырып, төмендегі диалогты әрі қарай жалғастырыңдар. Сынып қай жұптың диалогы қызық шыққанын анықтасын. Бұрынғы кезде өмір сүрген қазақ баласының қиялына қоршаған табиғат әсер етуі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Егер мүмкін болса, оның себебі неде? Бұрынғы кезде өмір сүрген қазақ баласының қиялына қоршаған табиғат әсер етуі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Егер мүмкін болса, оның себебі неде? Себебі қазақ баласы табиғат аясында өсті. Табиғаттың көріністері, дыбыстары, кең дала, шексіз көкжиек оның қиялына әсер етіп, арманшыл, шығармашыл тұлға болып қалыптасуына ықпал етті. Иә, дұрыс айтасың. Мағжан Жұмабаевта қазақ баласының табиғаттан алған әсерін ерекше атап өткен еді. Иә, ол табиғаттың қазақтың рухани әлеміне жақындығын айтып, оның қиял мен өнерге шабыт сыйлайтынын түсіндірген. Сонда табиғаттың қазақ баласының еркін ойлап, өзіндік шығармашылық көзқарас қалыптастыруына әсері зор болды деп айта аламыз ғой. Дәл солай, табиғат тек өмір сүру ортасы ғана емес, ол қазақ халқының өмір салты мен дүние танымының негізі болды.
13-ші тапсырма сөз орда шарты. 4 топқа бірігіп бірнеше тапсырма орындаңдар. Қиял тақырыбына байланысты туынды сөз жазыңдар. Бірінші, біріккен сөзде жасалған термин сөздерді жазыңдар. Екінші, жұрнақ жалғану арқылы жасалған адам бойындағы қасиет атауларын жазыңдар. Үшінші, тақырыпқа қатысты қос сөздерді жазыңдар. Талаптар: тапсырмалар толық топтық жарыс түрінде өткізіледі. Әр тапсырманы орындауға 2 минут беріледі. Топтар бір-бірін бағалайды. Енді біздер қиял тақырыбына қатысты бірнеше туынды сөз жасауымыз керек. Ол мысалы қияли, арманшыл, қиялшыл. Қияли сөзінің түбірі қиял, и бізде зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ. Арманшыл түбірі арман, не зат есім, шыл бізде сын есім тудырушы жұрнақ, яғни қандай адам? Арманшыл адам деген сияқты. Қиялшыл түбірі қиял плюс шыл бізде сын есім тудырушы жұрнақ. Біріккен сөзден жасалған термин сөздерді жазуымыз керек болды. Оған мысалы абайтану, жаратылыстану, сөз жасам, биоалуан түрлілік, баспа сөз, келіс сөз, дәйек сөз, жылу өнімділік. Жұрнақ жалғану арқылы жасалған адам бойындағы қасиет атаулары. Мысалы қиялшыл, арманшыл, шығармашыл, қияли. Бұл сөздерде адамның бойындағы өзіндік қасиетін білдіреді. Мысалы қияли адам, ол қиялшыл адам, ол тым арманшыл адам деп айтып жатамыз. Енді тақырыпқа қатысты қос сөздер, мысалы ой арман, арман мақсат, қиял ғажайып.